Өнегелі өмір айдарының бүгінгі көрсетілімін біз Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылығына арнаймыз. Ақын аудармашы және философ, композитор, шебер шежіреші Шәкәрім Құдайбердіұлы қазақ халқының қайталанбас тұлғасы. Оның көп жылдарға ұмытылған шығармашылық мұрасы тек 1985 жылдан бастап біртіндеп халқымызға қайта орала бастады. Біздің өнегелі өмір онлайн іс-шарамызда осы игілікті істің бір бөлігі. Біз Шығыс Қазақстан өнер мұражайының коллекциясындағы Шәкәрімнің 3 портретін ұсынамыз. Олардың бірін Өскемен қаласының суретшісі Эдуард Чубык графикалық техникада орындаса, екіншісі Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының түлегі Анар Әубәкірдің Шәкәрім туындысы, және Қазақстан Республикасы өнер академиясының академигі Өсербай Шурановтың Шәкәрім ата картинасы. Бүгін біз үшін Шәкәрім ең алдымен Абайдың рухани қабылдаушысы және шәкірті. Бейне сюжеттің негізгі мақсаты Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылығын зерттеу және насихаттау болып табылады. Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы предлагаем вам литературно-музыкальную композицию о творчестве казахского поэта, философа, историка, переводчика, передового мыслителя Шәкәріма Құдайбердиева. Поэт-реалист Шәкәрім был и композитором. У него 20 песен и кюев. И сейчас в исполнении Гульнар Перковой прозвучит песня Шәкәріма «Когда мне было 23». Жасымда
Я прочитаю отрывок из стихотворения Шакарима «Птица разума». Уже в этом коротком тексте видно, что этот человек думал о любви в космическом масштабе и мыслил о космосе так, как будто он обладал знаниями современного человека. Если птица разума не заблудится в небе, во Вселенной не будет тайн неизвестных. 7 небес станут лестницей в быль и небыль, и людские ладони коснутся сводов небесных, и ведомый искренним чувством и сердцем влеком, каждый сможет найти вторую свою половину, как сумел это я. Мне и смерть нипочем, я готов стать и жертвой, пусть даже незримой. Вот и солнце заходит, укроется тьмою земля, в глубину погружаясь солнечных этих ночей. Всех дороже мне ласковая моя, только ангелы упрекают в неверности нас, людей. Өлімнің хақ екенін көрсең де, өлімнің хақ екенін көрсең де, өлместей омыраулап жатасың. Тозақтың барын біліп жүрсең де, күнәға әлің жетсе батасың. Сауап пен ғибадатты білсең де, жалығып, жалқауланып жатасың. Алланың адал ризығын жесең де, арамды әдей іздеп татасың. Сыртыңды сыланасың өң беріп, ішіңнің түзетпейсің қатасын. Айламен алдағанды жөн көріп, адамды аң орнына атасың. Жалғанның бір пайдасын көргенде, арланбай арыңды да сатасың. Алланың ақ өлімі келгенде, амалсыз қара тастай қатасың. Махаббат пен құмарлық. Ашылған көз тұра ма бір зат көрмей, миға хабар бермей ме түс өзгермей, әдейілеп көрейін демесең де, көз алдыңда тұрмай ма бір зат көрмей. Сол сықылды ақылдың көз ашылса, көп ойланып, қияға сермей-сермей, білер, айтар, оятар, жыбыршытар, еркіңді алар, сөйлетер тыным бермей. Не қылсаң, адамзатқа махаббат деп қыл. Мейлің сөк, мейлің үйрет, айла үйренбей. Ол сүйуің шын болсын, жалған емес. Бұлдыр болма, өзіңе өзің сенбей. Дүние құмар, залалкез бола қалсаң, өлімді ойла, келетін күн ертеңдей. Маған сөйтсе қайтерем деп ойлашы, адамның баласы ғой, ол да сендей. Шырақтарым, ең құмарың осы болсын, Алла сүйсең адамды сүй дегендей. Құмары бір, ісің көп болсын жаным, құмары көп, еріншек болма мендей. Өлең құмар, сөз құмар, малға құмар. Бұл құмарлар қоймайды мені көмбей. Қайрат кертсе, амалсыз бәрі кетер. Қайран ойым, қартаяр өзім өлмей. Ермегім жоқ, өлімнен үмітім жоқ. Қайтейін, осындаймен көңіл бөлмей. Шәкәрім Құдайбердіұлы Абай ағасының ізін жалғап, ақын ғана емес, қазақ ән өнерінің, лирикалық ән өнерінің көшін бастауыш десек артық болмайды. Оның көптеген әндері бар. Соның ішінде бірегейде тамаша әні, бұл ән бұрынғаннен өзгерек. Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек. Бұған ұйқасты өлең сөз керек, өзіне орайлы. Өлең ән көлшеп айтса өңделмек, денең жан нұрлы болса жөнделмек, ұйқаса қолайлы. Ән өлшеуіш өлең күміс, қоспаңыз мыс аралас,
артық алу қарпық алу некем салу жарамас. Қайран қайғысыз қамсыз күндерім сайран сауықты рахат түндерім сендерден не пайда асқан алпыстан мынау жасымыз қашқан кәріліктен қарып басымыз қаласың қай сайда бұл алпысты түскен түсті қозған түсті жасымда сөгіш едім опық жедім бәрі менің басымда сөгіш едім опық жедім бәрі менің басымда. Шакарим говорил, основой для хорошей жизни человека должны стать честный труд, совестливый разум, искреннее сердце. Вот 3 качества, которые должны властвовать над всем. Без них не обрести в жизни мира и согласия.